Сәлеметсіздерме оқушылар, бүгін Қазақстан тарих пәнінен өтетін сабақтың тақырыбы Қазақстан территориясында ұлыстардың құрылуы екінші сабақ. Оқушылар, естеріңізде болса, өткен сабақтан сіздерге айтқам, осы тақырыптың 2 сағатқа берілген. Дәптерімізді ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып аламыз. Зерттеу сұрағы: Моңғол ұлыстарының құрылу нәтижесінде саяси картада қандай өзгерістер болды? Сабақтың мақсаты Моңғол империясының құрамына кіргеннен кейін қазақ жерінде саяси биліктің өзгеруі, Моңғол ұлыстарының құрылуы нәтижесінде саяси картада пайда болған өзгерістер. Оқушылар ең алдымен білім сайтын пайдаланып, Қазақстан территориясында ұлыстардың құрылуына байланысты бейнематериалдар көретін боламыз. 1219-1224 жылдарда болған Моңғол шапқыншылығынан кейін Қазақстан мен Орта Азияны Шыңғыс хан империясы басқарды. Ұлан байтақ өңірді жаулап алған Шыңғыс хан көзінің тірі кезінде осы 4 ұлына басып алған территориясын бөліп берді. Осылайша Моңғол ұлыстары пайда болды. Шыңғыс ханның 4 ұлы болды. Олар Жошы, Шағатай, Үгедей, Төле. Ұлдарын ол 4 күлік, жүйрік деп атаған екен. Себебі олар өте ержүрек, батыл болған. Қазақстан аумағы 3 ұлыстың құрамына енгізілді. Қазақтардың ұлан байтақ жері Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошы ханның ұлысына кірді. Ол Ертістен Орал тауына дейін, одан оңтүстікке қарай Каспий теңізі мен Арал маңын, солтүстік Хорезм мен Сырдария аймағы, бүкіл шығыс Дешті Қыпшақты, яғни Еділдің төменгі ағысына дейінгі зор аумақты алып жатты. Ал ордасы Ертіс алқабында Ұлытауға орналасты. Бірақ Жошы Шыңғыс ханның тірі кезінде қайтыс болғандықтан, ұлыста оның екінші ұлы Бату билік жүргізді. Шағатай ұлысына оңтүстік Ташкент аймағы, оңтүстік шығыс Қазақстан бөлігі, шығыс Түркістан, Мәуереннахр аймақтары берілді. Ордасы Іле алқабында орналасты. Үгедей ұлысына Жетісудың солтүстік шығыс бөлігі, батыс Монғолия, Ертістің жоғарғы ағысы мен Тарбағатай аумақтары берілді. Ордасы Шәуешек өлкесінде орналасты. Төле кенже ұлы болғандықтан Монғолияға ие болды. Орталығы Қарақорым қаласы болды. Ұлыстардың барлығы орталықтағы ұлы хандыққа бағынатын еді. 1235 жылы Қарақорымда өткен құрылтайда батысқа Моңғол атының тұяғы жеткен жерге дейін Еуропа жеріне жорық жасау туралы шешім шығарылады. Жорықты Жошының мұрагері Шыңғыс ханның немересі Бату басқаратын болды. Ол 1236 жылдан бастап батыс Дешті Қыпшақ даласына шабуылын бастайды. Одан кейін Еділ бұлғарларын, Мордваларды басып алып, ірі орыс князьдіктерін талқандайды. Польша, Венгрия, Чехия және басқа мемлекеттер Шыңғыс ұрпақтарынан аяусыз жеңіліс табады. Еуропаның 3/2 бөлігін жаулап алған Бату 1242 жылы Еуропаға жорығын аяқтайды. Бату ханның жорықтарының нәтижесінде моңғолдар үлкен территорияға ие болады. Оның шегі батыста Днестрге, шығыста Ертістен Алтай мен Тарбағатайға, солтүстікте Батыс Сібір ойпатына, оңтүстікте солтүстік Кавказға дейін жетті. Сонымен қатар солтүстік Хорезм мен Сырдарияның төменгі ағысы кірді. Және оңтүстік орыс князьдіктері де Батуға тәуелді болды. Осындай аса зор мемлекет ұлық ұлыс, ал жазба деректерінде Алтын Орда деп аталды. Алтын Ордада билік жүргізген хандар. Бірінші, Бату хан 1243-1255 жылдар. Екінші, Берке хан 1257-1266 жылдар. Үшінші, Мөңке Темір хан 1266-1280 жылдар. Төртінші, Төле Мөңке хан 1280-1287 жылдар. Бесінші, Төле Бұқа хан 1287-1291 жылдар. Алтыншы,
Тоқа Темір хан 1291-1312 жылдар. 7. Өзбек хан 1312-1342 жылдар. 8. Жәнібек хан 1342-1357 жылдар. Берке хан билік құрған кезде Алтын Орда Монғолия империясынан тәуелсіз болу үшін күресті. Орданың гүлденген кезеңі Өзбек ханның тұсында болды. Өзбек хан империяның түріктенген көшпелі халқын ислам дініне тартып, 1312 жылы ислам дінін мемлекеттік дін деп жариялады. Жәнібек хан 1342-1357 жылдар тұсында Алтын Орда саудасы мәдениеті жағынан дамыған биік деңгейге көтерілді. 14 ғасырдың екінші жартысынан бастап Алтын Орда ішкі алауыздықтың әсерінен әлсірей бастады. 1357-1380 жылдар аралығында билікте 20-дан астам хан болды. 1380 жылы Мамай мырза басқарған Алтын Орда әскері Куликов даласында Дмитрий Донской әскерінен жеңіледі. Осыдан кейін Алтын Орда әлсірей түседі. 14 ғасырдың аяғындағы Мәуереннахр билеушісі Әмір Темірдің жойқын шабуылдары да Алтын Орданың ыдырауына әсер етті. Ақсақ Темір шабуылынан кейін Алтын Орда ыдырап, оның құрамынан Ақ Орда, Ноғай Ордасы, Сібір, Қазан, Қырым және Астрахань хандықтары бөлініп шықты. 15 ғасырдың соңына қарай Алтын Орда мемлекеті өмір сүруін бір жолата тоқтатты. Жазбаларды көріп аяқтадық. Ал енді қысқаша конспектті оқыңыздар. Оқушылар, егер қысқаша конспектті оқып болсаңыздар, тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма, төртіншісі артық ойыны, яғни логикалық қатардағы артық сөзді санмен көрсетесіздер, не себепті артық екенін ойланып. Яғни қараңыздар, бірінші сөйлем. Жошы ұлысы, Төле ұлысы, Шағатай ұлысы және Үгідей ұлысы. Осы жерге оқушылар, осы 1, 2, 3, 4-тен сан таңдап қоясыздар, артық деген. Ал себебін осы жерден таңдап қоясыздар. Дәл солай 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші сұрақтарға жауап бересіздер. Оқушылар, бірінші тапсырмамызды орындап болсақ, екінші тапсырмамызды орындайық. Екінші тапсырма, берілген сұрақтарға жауап беру керексіздер. Оқушылар, егер тапсырмаларды орындап болсаңыздар, бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.